ағалардан артып айта алмаймыз. Бірақ Ғалеке қалаға бұрыннан да мықты екеніңізді білетінбіз. Бірақ бүгін тағы да куә болып көзіміз жетіп отыр. Қызылорда мен Түркістанның депутаттарын айтыстырып, Жамбылдың депутатын ведущий қойыпсың осы. Жамбылда шенеуніктерді шырғалап жүрген біздің депутатымыз мынаяқта жүргізіп болып жүрген ағай. Біз Жамбыл облысынан келдік. Сондықтан қалаға мынау елу деген өзі, елу деген не ар емес, не бер емес жас қой. Не талтайып төрде отыра алмайсың, не еңкейіп етекте жүре алмайсың. Алдында қанша қалды деп қарап отырасың, артында кімдер қалды деп санап отырасың. Сондықтан мына елуге келген тойыңызға біз өзіміз де келеміз, бірақ арнайы біздің Жамбыл облысының әкімі Ербол Шырақбайұлы Қарашүкеев сізге баратқанымызды өз арнайы шақырып, осында бірталай делегатты бірнеше мекеменің басшысын қосып, құттықтау хатын жіберіп отыр, соны оқып берейін. Құрметті Ғалымжан Қамытбекұлы, сізді 50 жас мерейтойыңызбен шын жүректен құттықтаймын. Сіз қазақ баспасөзінде өзіндік орны бар, шығармашылық ұстанымы берік қаламгердің бірісіз. Осы жылдар белесінде түрлі басылымдарда жемісті еңбек етіп, ел ықыласына бөліндіңіз. Шәкірт тәрбиелеп, жас журналистерге қамқорлық таныту арқылы өз мамандығыңызға деген адалдығыңызды сөзбен де, іспен де дәлелдедіңіз. Бүгінде депутат ретінде де ел сенімін ақтап, жұрт аманатын абыроймен атқарып жүрсіз. Алдағы уақытта да қаламыңыздан туған құнды дүниелер қалың оқырманның таным көкжиегін кеңейтіп, жүректерінен орын ала беретініне сенімдімін. Абыройыңыз асқақ, мерейіңіз үстем, мәртебеңіз биік болсын. Мерейлі сәтте деніңізге саулық, отбасыңызға амандық, шаңырағыңызға шаттық тілеймін. Құрметпен, Ербол Қарашүкеев, Жамбыл облысының әкімі. Бәрекелді, рахмет.